Ал құжат тіркеу мәселесіне келетін болсақ, құжат тіркеу сізде лимиттен аспаған жағдайда ешқандай ештеме сізден қарастырылмайды, себебі заң бойынша қорғалған. Яғни бізде кедендік одақтың заңы бар, 117 бап бойынша арнайы лимиттер бар. Содан аспаған жағдайда сізге ешқандай ештеме, налог ештеме түспейді. Көп адам уайымдайды. Әсіресе мен байқағаным, сәл жасы үлкен 30-дан асқан адамдар құжат десе бүйтіп тартынып болады. Ал жастар ондай нәрсеге тартынбайды. Себебі жастар біледі, әр нәрсенің онлайн болса да кімнің өз атымен барлығы тіркеліп жүруі, ол нені білдіреді? Өз атымен тіркелу деген сөз кім, қайда, не болып жатыр? Мысалға, сіз құжатсыз ешқайда жүре алмайсыз ғой, бір мемлекетке шыға алмайсыз. Қазақстан ішінде де кез келген жерде құжатыңыз болса, сізді нормальный адам деп қабылдайды. Құжаты жоқ адамнан кез келген адам күмәнданады. Дәл сол секілді бұл құжаттың болуы біз секілді логистикалық компанияларға мына тауарды кім алып жатыр деген сұраққа жауап беру арқылы біз өзіміздің экономикамызға үлес қоса аламыз. Біз өзімізді цифрландыру. Жаңа посттың мақсаттарының бірі Қазақстан тасымал жүйесін цифрландыру болған. Ал қазіргі ол мақсатымыз үлкейіп, СНГ-нің тасымал жүйесін цифрландыруға өтіп жатырмыз. Сондықтан ол нәрсе ешқандай бір анандай бір қорқатын, уайымдайтын нәрсе емес.